Жеңіске жетуге деген құлшыныстары артқан руднилық хоккейшілер ойынның алғашқы минутынан ақ жерлестерімізге шабуылдай бастады. Екінші минутта Горняк командасының хоккейшісі Павел Жилин Никита Бояркиннің қақпасына алғашқы шайбаны соқты. Алайда алаң иелерінің бұл қуанышы ұзаққа созылмады. Небәрі 34 секунд өткеннен кейін Евгений Степанов Борис Яншин мен Данияр Ахметовтың көмегімен есепті теңестірді. Кейін екі команда да ойын барысында қателіктер жібере бастады. Осы қателіктердің бірін жерлестеріміз сәтті пайдаланып, қарсылас команданың қақпасына екінші шайбаны салды. Бірнеше секундтардан кейін Дмитрий Максимовтың шәкірттері үшінші голды да салып үлгерді. Ойын барысында Тимур Равилов пен Александр Писарев ерекшеленді. Алғашқы кезең 3-1 теміртаулықтардың басымдылығымен аяқталды. Ал ойынның екінші кезеңінде екі команда ойыншылары да біраз қателіктер жіберді. Бұл қателіктерді олар сәтті пайдалана алмады да. Тек 32-ші минутта Степан Ваганов алаң иелерінің қақпасына 4-ші шайбаны салды. Бұл шайбаны салуға хоккейшіге Павел Скуматов пен Булат Маргамов көмектесті. Кейін жерлестеріміз өз қақпасына 2-1 шайбаны жіберіп алды. Горняк командасында Вячеслав Каравдин және Глеб Куликов тамаша ойын көрсетті. Екінші кезең 4-3 болып, алаң қонақтарының сәл басымдылығымен аяқталды. Үшінші кезеңде Теміртау хоккей клубы алаң иелерінің қақпасына қатарынан 2 шайба салды. Павел Скуматов пен Антон Кудравцев ерекшеленді. Қарымта кездесуде 6-3 есебімен Теміртау командасы жеңіске жетті. Хорошие две подвижные игры. Өте тамаша екі ойын өтті. Алдымен бірінші ойынға тоқталсақ, жеңіске жетеміз деген үмітті қарсыластарымыз бірден сөндірді десек те болады. Қақпашымыз сәл осалдау болды. Ал екінші кездесуде бір жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін барымызды салдық. Екінші кезеңде әрине қателіктер көп кетті, бірақ бұлар біздің кек қайтаруымызға кедергі келтірді деп айта алмаймын. Осымен Қазақстан чемпионатының аясында өтіп жатқан жарыстың бірінші кезеңі аяқталды. Теміртау командасы турнир кестесінде бұрынғыша 8-ші орында тұр. Жерлестеріміздің ендігі қарсыластары жақын арада белгілі болады.